Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен осындай ерекше пирог дайындаймыз. Бұның ерекшелігі ішінде сәбіз, алма және мейіз қосылған. Ең алдымен айранымызға содамызды араластырып қойып қоямыз. Одан соң жұмыртқаларымызды жарып, ыдысымызға салып, миксерменен құмшекерімізді екі бөлікке қоса отырып араластырамыз. Құмшекеріміздің екінші бөлігін салып, тағы да араластырып, үстінен айранымызды және сұйық майымызды құйып араластырамыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Ұнымызды екі бөлікке бөле отырып салуымыз қажет. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң, үстінен мейізімізді және теркадан өткізілген сәбізімізді, оның үстінен алмамызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан соң формамызға дайын болған массамызды саламыз. Мендегі форма 22 сантиметр. Барлығын салып болғаннан соң, алдын ала қызып тұрған пешімізде 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Бізде пирогымыз пісіп шықты. Бетіне әсемдеу үшін сахарный пудра себеміз. Осындай өте дәмді, ерекше дәм беретін пирогымыз дайын. Бұндай пирогты сіздер әлі жеп көрген жоқсыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес беремін жасауға. Осындай өте әдемі болып шығады. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп, комментария жазуды ұмытпаңыздар.